қосылғандарыңызға көп рахмет. Сіздерге пайдалы вебинар болады деген үміттемін. Жалпы осы вебинар қандай бағытта жүреді? Яғни, сіздің ұстаз ретінде, ұстаздың кәсіби дамуына қажет зерттеу дағдыңызды дамыту мақсатында және зерттеу туралы түсінік қалыптастыру үшін осы вебинарды өткізуді жөн көрдім. Зерттеуге қадам деп атаған себебім, жалпы зерттеудің кіріспесі, зерттеу қандай құрылымнан тұрады, педагог үшін зерттеудің қандай маңызы бар, немесе зерттеу деген кезде қандай да бір қорқыныш болатыны сөзсіз. Мінекей солардың барлығын жеңу мақсатында, ұстазға аса қажет дағдының бірі екендігін сізге ұғындыру үшін осы бір вебинарды өткізуді жөн көрдім. Барлықтарыңызға сәттілік. Осы вебинардан өзіңізге қажетті мәліметті аласыздар ғой деген үміттемін. Енді Бақытгүл Ментор, ол менің инста парақшам, педдаму бұл менің телеграм каналым. Осы әлеуметтік желілер арқылы да ұстазға қажет ақпараттарды, қосымша материалдарды оқып білсеңіздер болады. Бәріңізге сәттілік. Олай болса, әрмен қарата жүріп өтейік. Осы бүгінгі вебинарымызда жалпы талқыланатын мәселелер қандай? Жалпы зерттеу туралы түсінік жүреді. Сіздерге топқа зерттеу туралы PDF нұсқада материал жібердім. Ашып оқып үлгердіңіздер ме, әріптестер? 1 минут ой бөлісе қояйық осы жерде. Әріптестер, дауыстарыңыз естілмей тұр. Үлгерген жоқпыз, Бақытгүл ұстаз әлі. Үлгерген жоқсыздар, иә? Мен үлгерген жоқпын, өзім үлгерген жоқпын. Менде кейін кіріппін де, вебинар деген жоқпын. Қандай жоқпын қалғанын. Мен PDF нұсқаменен зерттеу туралы құжат жібердім. Соны ашып оқығандарыңыз бар ма, әріптестер? Жоқ. Мүлдем. Жақсы, әріптестер, олай болса, мен сол тапсырманы сіздерге оқуға кеңес беремін. Жалпы тапсырма дегенде, енді сіздерге оқу үшін, танысу үшін мәлімет жіберілді ғой. Жалпы зерттеу туралы бұрын соңды сізде ақпарат болмаған болса, сол PDF нұсқадағы мәліметті оқысаңыздар, зерттеу туралы біраз мағлұмат аласыңыздар. Сондықтан да оны жай ғана құжат ретінде қарамай, оқып таныссаңыздар екен деген менде ұсыныс бар. Онда әрмен қатар жүре берейік. Қайтып жіберсеңіз, иә? Жақсы, мен қайтып топқа переслайд ете қоямын. Жалпы бүгінгі вебинарда зерттеу туралы түсінік қалыптасады. Осы педагог зерттеуіне қажет қосымша сайттарды қайдан іздесек болады, соның жауабын аламыз. Қазіргі таңда зерттеуде қандай тақырыптар өзекті, соған тоқталамыз. Зерттеуді қалай ұйымдастырған тиімді, осы сұрақтың шешу жолын қарастырамыз. Ұсыныстар менен идеялар айтамын, және қазіргі мұғалімдер тарапынан зерттеуді неге дұрыс жүргізе алмаймын, неге нәтижеге қол жеткізе алмаймын деген сұрақтар өзекті болуы мүмкін. Я болмасын, мен зерттеуді әлі қолға алған жоқпын, зерттеу жүргізе алмай жүрмін, жүргізген жоқпын дегенде бір ойлар болуы мүмкін. Мінекей сол қиындық деп айту енді келіспейтін шығар, дей тұрған менде сол барьерлардың барлығын шешуге біз тырысамыз. Сізде қандай кедергілер бар, сол жөнінде ақпараттар алмасып, ой бөлісеміз. Сіздерге түсінікті болды ма? Вебинардың бүгінгі бағыты. Түсінікті. Жақсы, әріптестер, олай болса, жалпы іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы бұл қазіргі кездегі заманауи педагогтың алдында тұрған өзекті мәселенің бірі. Яғни сіздердің оқу немесе оқыту процесінде қандай да бір қиындықтар туған болса, я болмасын қиындық болмаған менде кедергілер болатын болса, сіз осыны зерттеу объектіңіз етіп алып,
шешу жолын табуыңызға болады. Әрине ол толықтай оң шешімін табуы мүмкін, жартылай шешімін табуы мүмкін, я болмасын мүлдем ол сұрақтың шешімін таба алмауыңыз мүмкін. Дей тұрғанмен ол сізге өте пайдалы әрекет болар еді. Өйткені сіз ол зерттеу барысында педагогке қажет көптеген ақпараттарды, мәліметтерді біле аласыңыз. Жалпы зерттеу деген өзі не нәрсе дейтін болсаңыздар, мына жерде мысал келтіріп кетейін. Ол өз тәжірибесінде кездесетін проблемаларды анықтап, оны талдау, түзету мақсатында пайдаланылған іс-әрекеттер нәтижесін бағалау дейді. Яғни 1953 жылы Кори деген ғалым осындай анықтама берген екен. Ал екінші бір ғалым, яғни ол оқыту мен оқу нәтижесін жақсарту мақсатында бірнеше әріптестердің бірігіп мектеп деңгейінде жүргізетін процесі деген екен. Яғни сіз ол қиындықты жалғыз өзіңіз еңсеруіңіз мүмкін, я болмасын әріптестеріңізбен бірлесе отырып та жүзеге асыруға әбден болады деген сөз. Сондықтан да сіз егер өзіңізде кездескен қиындықты жеңуге жалғыз өзімнің күшім жетпейді, әріптесіммен бірлесе отырып сол мәселені шешкім келеді дейтін болсаңыз, құба-құп, яғни әріптесіңізбен бірге зерттеу жұмысын жүзеге асыруға әбден болады. Енді келесі жалпы осы зерттеу қадамы қалай жүреді? Яғни ең алдымен проблеманы анықтаудан басталады. Яғни оқыту процесінде немесе оқу процесінде қандай қиындықтар, проблемалар бар, неге соны тізбектеп жазып шығасыңыз. Бұл бір жылдың көлеміндегі, я болмасын бірнеше жылдық тәжірибе негізінде туындаған проблема болуы мүмкін. Одан кейін екінші қадамы, яғни сіздер осы проблеманы шешу кезінде қандай да бір әдістерді қалып қойған екен. Әдістерді немесе тәсілдерді қолданасыңыз, иә. Мінекей сол процесті өз тәжірибеңізге енгізу. Одан кейін сол нәтижеңізге сіздің талдау жасау. Ол оң шешімін тапты ма, әлде болмасын мүлдем сіздің мәселеңіз шешілмеді ме? Одан кейін барып сол тәжірибеге рефлексия жасайсыңыздар. Қазір олардың барлығын мен сіздерге ашып толықтай айтып беретін боламын. Енді әрмен қарай тағы да толықтыратын болсақ, проблеманы тағы да қалай анықтауға болады? Ең алдымен бұл күнделікті іс-әрекетіңізге рефлексия жасап отырасыңыз, иә. Мысалға сіз сабақ өткіздіңіз делік, бұл сабақта жалпы өзіңіз білетіндей сабақ мақсаты, одан қала берді, сіздің қолданылатын сол мақсатты шешуге, мақсатты орындатуға қолданылатын іс-әрекеттеріңіз, әдістеріңіз, тәсілдеріңіз, және сол мақсатқа жетуде қандай да бір оқушыға құндылықтарды бойына дарытуыңыз керек болады. Осы орайда сізде бір қиындық туындады делік, сіз оны өзіңізге рефлексия ретінде жазып отырасыз. Яғни сіз күнделікті сабақта болмағанмен де, бірақ аптасына не болмағанда бір рет өзіңізге есеп беріп, одан кейін бір айлық есебіңізді, рефлексияңызды қарайтын болсаңыз, сізде кәдімгідей проблема туындап отырады. Мінекей сіздің зерттеуіңіз де осы кішкентай қадамдардан басталса да артық етпейді. Одан кейін сол сізде жиналған проблеманы өзіңіз шеше алмаған жағдайда әріптестеріңізбенен талқылауыңызға болады. Яғни талқылау ұйымдастыру керек. Одан кейін осы мәселені шешу барысында енді сіз өзіңізден ойдан шығарып ешнәрсе жасай алмайсыз ғой. Ол жерге сізге көмекке келетін әрине қосымша әдебиеттер оқу, қосымша ресурстар қарау, немесе қосымша ресурстар базасын пайдалану деген сияқты сізге қосымша әдебиеттерге шолу жасау керек болады. Мінекей әдебиеттегі шолу жасау үшін қандай сайттарды қарау керек, оның барлығына қазір тоқталамын. Одан кейін барып өз мақсаттарыңызды анықтайсыңыздар. Яғни мақсатты анықтау дегенде сіз ол жерде жоспар құрасыз міндетті түрде. Жоспарға сай іс-әрекеттер жүзеге асады. Сауалнама құрастыруыңызға болады оқушыларға, яғни проблема негізінде. Одан кейін келесі, сіз зерттеуге кірісер кезде талдаудың екі түрін алуыңызға болады. Сыни талдау, сапалық талдау, немесе сандық талдау. Сапалық дегеніміз бұл әрине зерттеу барысында сапаға көбірек мән беру, ал сандық дегеніміз бұл жалпы қандай да бір оқушының нәтижеге жеткен жетпегені жөнінде. Яғни сандық цифрларменен
не жасайсыңыз, қорытынды жасап отырасыңыз. Одан кейін үнемі сіз жоспар арқылы іс әрекеттерді жүзеге асырып отырасыңыздар. Негізгі зерттеудің негізгі іргетасы бұл жоспар құрудан басталады. Енді қараңыздар, жалпы зерттеудің өзіндік циклы бар, иә. Бірінші сіз проблеманы анықтап алдыңыз делік. Одан кейін сіз сол проблемадан зерттеу сұрағын шығарасыңыздар. Мысалға алатын болсақ, менде 2015-2016 жылы оқушыларда жазылым дағдысы проблема болды, кәдімгідей проблема болды. Өйткені эссеге бейімдеу керек оқушыларды. Оқушылар бұрын тек шығарманы оқып қана қойып, мазмұнын айтатын деңгейде болса, енді олар кез келген сұраққа төселіп жаза алатындай. Баса болады да, не істесе. Ау? Қандай да бір сұрақ туындап жатыр ма, әріптестер? Бәрі жақсы, тыңдап отырмыз. Тыңдап отыр. Жақсы, егер сұрақтар болса, әрине қойғандарыңыз жөн, бірақ арасында үзбесеңіздер жақсы болар еді. Өйткені мен ойым шашырап кетеді. Яғни менде жазылым дағдысы кәдімгідей өзекті мәселеге айналды. Енді оқушыларды бірден жазылым дағдысын дамытуға, немесе эссе жазуға бірден төселіп кететіндей дәрежеге жеткізу үшін оларға бір дағды қалыптастыру керек болды. Енді өздігінен тақырыпты ұсынып, осыған жазыңыз десе, оқушылар қызықпауы мүмкін. Сондықтан да мен блог арқылы оқушылардың жазылым дағдысын дамытуды, сол тақырыпты зерттеу объектісі ретінде алдым. 2015-2016 оқу жылында. Кәдімгідей WordPress деген сайттан кәдімгідей блог жасап, оқушылардың барлығын сол жерге тіркеп, үнемі жазылым тапсырмасын беріп, оқушылардың жазылым дағдысын сол бір. Сіздің дауыстарыңыз естіліп тұр, ана жақта әуен ойнап жатыр. Ұстаздар кедергі жасамасаңыздар жақсы болушы еді. Яғни менде проблема осы оқушылардың жазылым дағдысын дамыту еді. Одан кейін мен зерттеу сұрағын шығардым, иә. Яғни WordPress блогы арқылы оқушылардың жазылым дағдысын қалай дамытуыма болады деген зерттеу сұрағын шығардым. Одан кейін барып мен зерттеудің түрін анықтадым. Мен сандық зерттеу маған сәйкес келе ме, әлде болмасын сапалық зерттеу маған сәйкес келеді ме деп. Содан мен екеуінде, сандықты да сапалықты да 50-50% шамамен екеуінде қолданып отырдым. Одан кейін енді мен осы блог жазғанда қаншалықты тиімді болады, сол жөнінде әріптестер, мен дауыстарыңызды өшіріп қояйын деп едім. Айып етпеңіздер, сіздер кәдімгідей кедергі жасап жатырсыңыздар. Одан кейін осы WordPress блогын сабақта қалай тиімді пайдалану керек. Мінекей сол туралы мәлімет менде, базалық мәлімет аз болғаннан кейін мен әдебиеттерге шолу жасадым. Қосымша әдебиеттерді іздедім. Одан кейін сіздер сол қосымша әдебиеттерді іздеген кезде жазылым дағдысын қалай дамытуға болады деген қосымша материалдар, мәліметтер өзіңізге таба алатындай деңгейде болуыңыз керек. Қазір қандай сайттарды қарасаңыздар болады, сол жөнінде де толықтай айтып беремін сіздерге. Одан кейін барып, осы сайттарды іздеу барысында өзіңізге қажет деген әдістерді, тәсілдерді тиімді іріктеп аласыздар да өзіңіздің тәжірибеңізге қолданып көресіздер. Бұл жалпы зерттеу деген, әріптестер, бұл тек қана 1 айдың, 2 айдың көлеміндегі іс әрекет емес, бұл кәдімгідей үрдіс, яғни процесс. Бұл 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға, 5 жылға созылуы мүмкін. Бірақ сіздер қандай да бір зерттеу тақырыбын алған кезде нәтижесін 1 жылдың ішінде көргендеріңіз дұрыс. Мен деген бүйтіп 100% нәтиже ала алмадым деп өзіңізді қинауға тағы болмайды. Егер де сіз зерттеуге деген дағдыңыз қалыптасып, зерттеудің қадамдарын біліп, оқушыны зерттеуге дайындап, немесе өзіңіз де зерттеуге дағдылансаңыз, соның өзі сізге үлкен нәтиже, соның өзі сізге үлкен жетістік, соның өзі сіздің кәсіби дамуыңызға деген бір оң нәтиже десек болады. Сондықтан да мен 1 жылдың ішінде нәтиже көрмедім, нәтижеге жетпедім деп қапаланудың аса қажеті жоқ.
Одан кейін барып сіздер осы қосымша әдебиеттерден тапқан әдістердің тиімді тиімсіз екендігін саралай отырып қорытынды есеп жасасыңыз. Яғни қазір жалпы зерттеу барысы бұл қай кезеңдерде қалай жүреді, мен осы жерде тоқталып өтейін. Оқу жылының басында сіздер зерттеу тақырыбын аласыңыздар. Яғни проблема сізде, мысалы, қазір 2020-2021 жылы сізде проблема болды. Мысалға алатын болсақ, оқушылардың орыс топта орыс тілді, қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын сыныптарда ың дыбысын дұрыс қолданып жаза алмау проблема дейік. Бір жылдың ішінде сондай проблема болды сіздің. Мен өз пәніме қатысты жалпы мысал ретінде айтып жатырмын. Сізде басқа проблемалар болуы мүмкін. Яғни менде осы проблема туындады делік. Мен осы проблеманы шешу үшін осы 2-3 айлықта мен ізденуім керек қосымша. Яғни мен осы проблема негізінде зерттеу сұрағын шығарамын. Зерттеу сұрағын мен былай алсам болады. Оқушыларға, мысалға 8-ші сынып, 7-ші сынып деп жас ерекшелігін міндетті де ескерулеріңіз керек. Мен сізге қосымша Word нұсқада тапсырма жібердім. Сол тапсырманың ішінде жас ерекшелігін ескеру керек деген ұсыныс жазылды. Соны барлығын мұқият оқып танысып шығарсыңыздар. Зерттеу проблеманы анықтап зерттеу сұрағын шығарған кезде әріптестер, мен мынандай зерттеу сұрағын шығардым. Менде проблема ың дыбысын дұрыс жаза алмайды. Мен енді осыны шешу үшін мынандай зерттеу сұрағын алдым. Оқушы қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын сыныптарда ың дыбысын қалай жүйелі жазуға үйретуме болады. Менде зерттеу сұрағы шықты. Мен енді осыны 1 жыл бойына осының шешу жолын қарастыруым керек. Ол үшін мен зерттеудің түрін анықтап аламын. Сапалық зерттеу жүргіземін бе, әлде болмаса сандық зерттеу жүргіземін бе. Таңдап алғаннан кейін мен әдебиеттерге шолу жасаймын. Әдебиеттерге шолу деген, мысалға, әрине ың дыбысына қатысты қазақ тілінде, қазақ тілі грамматикасында нақты бір әдістер, тәсілдер нақты болмауы мүмкін, бірақ мен оны кіріктіріп аламын. Мен мысалға өзге тілдер басқа, мысалға ағылшын дейік, немесе басқа да Қытай тілі қазір енді көпшілігі біледі ғой. Мысалға осылар өздерінің әдіс методикасында қандай әдіс тәсілдер қолданады және өзге тілге қалай оқыталады. Мінекей сол туралы мәліметтер қарай отырып, іздене отырып, мен де өзіме қажет деген тұстарын сараптап, одан кейін оны бейімдеп, өзімнің, мысалы, 8-ші сыныпта проблема болса, мен 8-ші сынып оқушыларына бейімдеп қолдануды бастаймын. Яғни мен оны қай кезде бастаймын? Мен оны қыркүйек айында мен осы проблемаларды анықтап, зерттеу сұрағын шығарып, нақтылап, жоспарын құрып, қай уақытта не істеуім керектігін жоспарын құрып алғаннан кейін, әдебиеттегі шолу жасап болғаннан кейін, мен қазан айынан бастап осы таңдап алған әдістерді қолданып, жыл бойына қолдануды өзіме жоспарлап қоямын. Енді осы таңдап алған әдістердің қайсысы тиімді болды, қайсысы тиімсіз болды, 1 жыл бойына мен жаймен сол сыныпқа қолданып келемін. Сіз жаймен айына 2 рет өзіңіз таңдап алған сыныпқа айына 2 рет жаңағы әдістеріңізді қолданып, бейімдеп, оң нәтиже жеткені қай жер, қандай жерінен ақсап тұр, қай жерін жетілдіру керек, өзіңізге анализ жасап, рефлексия жасап, апта сайын немесе 2 аптада 1 рет есеп жазып отыратын болсаңыз, сізде кәдімгідей зерттеу жұмысы шығады. Яғни сіз қараңыз, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір айына дейін бақандай 7 айда сіз кәдімгідей былай қарағанда зерттеу деген үлкен проблема сияқты, қолыңыздан келмейтін сияқты, бірақ сіз жоспарлы түрде іс-әрекетке көшсеңіз, жаңағы зерттеу жазу циклын пайдаланатын болсаңыз, сізде кәдімгідей зерттеуге деген сізде қор жинақталады. Мінекей сіз сол қордың бәрін жүйелей отырып, оқу жылы басындағы оқушының А нүктесін анықтап, және сәуір айындағы оқушының Б нүктесі қандай нәтижеге жетті, соны саралап, әдістердің оң солын барлығын ажыратып, жазып талдау жасайсыздар. Сәуір айынан бастап, наурыз 2 айда сіз сол қорытынды жасап, есепті жасап шығарғаннан кейін сізде қолыңызда картина пайда болады. Яғни оқушылардың ың дыбысын мен қалай жетілдірдім, қай тұсы маған оң шешімін алып келді деген қорытынды болады. Сіз қорытынды есепті мамыр айында мақала ретінде ұсынуыңызға болады. Мен қазірге мақаланың, мен кейін топқа жіберермін, зерттеудің негізінде мен мақала жаздым, сол мақаламның сізге үлгісін жіберемін топқа.
Құрметті әріптестер, сіздерге пайдалы болып жатыр ма? Жалпы түсініп жатырсыңыздар ма? Осы кезге дейін зерттеу туралы көзқарасыңыз қандай еді? Рахмет, бәрі түсінікті. Сізде сұрақ бар ма? Жоқ, мен өзім зерттеу жұмысын жасап көргем. Мгм. Орындарда алып жатты. Мгм. Сізде қандай проблема болды? Бірақ менде Мгм. негізі сөйлеу дағдысы бойынша ағылшын тілі. Мгм. Сөйлеу дағдысы деген бұл жалпылама ғой. Сіз сөйлеу дағдысының ішінде негізі әріптестер зерттеу Жақсарту. тақырыбын Біз енді ағылшынша ғой, жақсарту. Мгм. Улучшить. Жоқ, түсініп тұрмын. Жақсарту. Мысалға, сіздерде ағылшын тілін екі түрлі мақсатта қолдану мүмкін. Академиялық дәрежеге жеткізу, немесе сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Қарапайым ағылшын, немесе академиялық ағылшын деген. Ау? Жай қарапайым, иә, күнделікті. Күнделікті ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету, иә? Сіз зерттеу жасап көрдім дедіңіз. Осы цикл бойынша жасадыңыз ба зерттеуді? Жаңағы, иә, сіз көрсеткен жоспарлап, жаңағы Левин дедіңіз, сол айтқан бойынша, иә. Тура сондай қадамдармен жасап көрдік. Сізде нәтиже болды ма? Нәтиже сол кішкене түсінбеушіліктер болғандықтан сізге жазылып отырмын. Жақсы. Сіздерде деген қараңызшы, сізде нәтиже болмағанның себебі сіз зерттеу сұрағын алғанның өзінде де ауқымды етіп алғансыз. Оқушының айтылым дағдысын қалай дамытамын. Көріп тұрсыз ба, сізде ауқымды ол. Былай қарағанда су дейміз, сіз мұхиттың ортасында тұрсыз қазір. Сіз ол мұхиттағы суды шелектеп алсаңыз, оны тауып алмайсыз ғой. Сол сияқты сіз кішкентай көлшіктерді алуыңыз керек. Иә, кішкентай етіп аласыз проблеманы. Соны зерттеген кезде сізде нәтиже болады. Содан сізде қызығушылық болады. Ал сіз жалпылама алғаннан кейін нәтиже болмағаннан, нәтиже көрмегеннен кейін сіздің қызығушылығыңыз да басылып қалады. Жақсы. Әрмен қатар жүре берейік. Қазір тағы да тоқталатын тұстарымыз бар. Енді қараңыздар, әріптестер, мен мына жерде 2017 жылдан бастап деп жай ғана 5 жылдық аралықты алдым. Сіз 1 жылдық аралықты, 2 жыл аралықты өзіңіз білесіздер, иә, әріптестер, бұл сіздің еншіңіздегі нәрсе. Тақырып таңдау, проблеманы анықтау деген. Әр мұғалімнің проблемасы әртүрлі. Бір-біріне ұқсау мүмкін емес ол. Ой, мына әріптесім менің жазылымды алып жатыр, менде осы проблема, осыны аламын деп сіз айта алмайсыз. Яғни сізде жазылымның ішінде аргументтік эссе жазу ма, әлде болмасын сауатты жазу ма, грамматикадан ақсай ма. Яғни бұл сізге картина, сізге ғана әріптес, құрметті әріптес. Проблема, яғни оқудағы немесе оқытудағы проблема бұл тікелей сіз білетін жағдай. Сіз сыныптағы оқушының жағдайын, сыныптағы ахуалды сіз бесті сақтай білесіз. Сол себептен де өзге осындай тақырып алып жатыр екен, мен де осы тақырыптың артынан жүгірейінші деген идеядан аулақ болыңыздар. Сосын проблема кездессе, одан қорықпаңыздар, еш уақытта қорықпаңыздар. Енді тақырыпты қалай алуға болады? Осы жөнінде бірер тоқталып өтсек, жалпы сыныптағы мәселелер болуы мүмкін. Яғни сіздің зерттеу тақырыбыңыздың негізі. Немесе топ оқушыларының не бір оқушының оқу барысында кездесетін қиындықтар болуы мүмкін. Одан кейін сабақ беру процесінде кездесетін қиындықтар болуы мүмкін. Немесе қандай да бір сыныптағы мәселелер, сыныптағы пайда болған жағдай, бұл екеуі де енді бір-біріне ұқсас. Одан кейін белгілі бір тақырып аясында қалай оқытуды жақсартуға болады. Яғни оқушыға түсінікті болу үшін мұғалімнің сабақ оқыту процесі тиімдірек болу үшін, мұғалімнің үйреткені оқушыға ұғынықты болу үшін сіз нені жақсартқыңыз келеді? Ол тек қана біткен проблема болмауы мүмкін. Ол менің проблемам кәдімгі 0 деңгейіндегі проблема деп те сіз ойламаңыз, зерттеу тек қана сондай проблемадан туындайды екен деп. Жоқ, сіздің сыныбыңыздың жағдайы жақсы, бірақ сіз одан да жақсартқыңыз келеді. Мінекей сондай да мәселелер болуы мүмкін. Яғни құрметті әріптестер, 3 күнді талқылау барысында да біраз мәліметтер, біраз ақпараттарды талқыладық қой, иә? Жалпы қандай қиындықтар болып жатыр, және сол қиындықтарды қандай зерттеу тақырыбы етіп алсақ екен деген бағытта талқылау, сұрақ жауап
болды. Сол аясында сізге қандай да бір идея көмекке келді ме? Әріптестер. сәлеметсіздер ме? Маған мен жас маман ретінде енді көп ақпараттар алдым. Мысалы, тұлғалардың өмірін айту туралы айттыңыз ғой. Тұлғаларды өмірін көрсете отырып, соларды айта отырып, олардың оқыған кітаптарын немесе олардың жетістікке жеткен білім арқылы жетістікке жеткен көрсете отырып, баланың құштарлығын ояту. Сол нәрселер қатты ұнады маған. Жалпы өзім негізі сондай андай қызықты ақпараттармен қызықтырғым келеді. Сол зерттеу жұмысын өзім бір алдында бір нелерден, сайттардан көрдім, не деген авторлық бағдарлама деген, бұл не нәрсе деп жай ғана өзім қызығушылығым артты. Соны зерттеу жұмысын бастап көрсем ба биыл бұйырса деп. Мен өзім биыл бірінші кіргеннен кейін тек онлайнға түстім де мектепке. Оқушыларды оншалықты онлайннан зерттей алмаймыз ғой бәрібір де. Ар жағында отыруға болар деген записьті немесе дайын жауапты жіберіп отырады. Олар өзінің ойынан емес, өзінің ойынан ба, оны нақты білмейміз. Бірақ сіз қазір осы сәтті пайдаланып, өзіңізге зерттеуге қажет багажды жинап қоюыңызға болады, яғни қорды жинап алуыңызға болады. Жақсы. Мен сізден білгім келгені, мені кеше айтып едіңіз ғой, вебинарда кітапты қалай оқуға қызығушылығын арттыру. Сол туралы айтып кетемін деген сияқты айтып едіңіз, соны. Оны деген біз кейіннен талқылаймыз ғой. Жақсы, қазір айтып кетейін осы жерден. Құрметті әріптестер, біздер қазір осы кезге дейін жалпы кітапты оқыдық, біздің ата-анамыз да оқып келді, ата-әжеміз де оқыды кітапты. Бірақ біз кітапты оқыдық, мазмұнын айту дағдысы қалыптасты бізде. Оны сыни талдау жасау, кейіпкерге анализ жасау, ішіндегі оқиғаларға анализ жасау, сыни талдау жасау деген дағды бізде қалыптаспады, шыны керек, оны бәріміз де мойындауымыз керек. Яғни осы жақындан бір ғалымның еңбектерін оқи отырып, жалпы сыни талдаудың өзі бірнеше қадамдардан тұратындығын білдім. Және ол балаға да, оқушыға да, ересекке де аса қажет. Және біздерде, мен ол талдау туралы мен кейіннен сізге топқа жіберемін міндетті түрде. Одан кейін біздерде айтамыз, қазіргі кезде бала кітап оқымайды деп. Біз оларға жағдай жасамаймыз. Өйткені мен осыдан 3 ай бұрын бір Америкада оқып келген жас ананың курсына қатыстым, кітап оқуға байланысты. Сонда айтады, біздер баламенен ата-ана екі бөлек әлемде жүреді дейді. Біздер балаға кітап оқымайды деп оларды сөгеміз. Шынымен де солай. Біз өзіміз кітап оқып, оларға үлгі көрсетуіміз керек. Екіншіден, біз балаға жағдай жасауымыз керек. Жағдайды қалай жасаймыз? Яғни балаға кітап оқитын бұрыш арнаймыз. Ол бұрышта біздер түрлі әдістер, мен қазір оқып қызығып кеттім, содан кейін ізденіп, қазір толықтырып жатырмын. Кейіпкерге хат, өзінің ұнайтын кейіпкеріне хат жазып, күнде сол жерге жазып қоюға болады. Немесе балаға кейіпкерге хат тәсілін қолданып, сүйікті кейіпкеріне хат жаздыртуға болады. Және оның бірнеше әдістерді мен қазір іздеп жатырмын, іздеу барысында. Сосын міндетті түрде сторителлинг деген әдіс бар. Қазіргі кезде бұл жазуды да қолданады оны. Сол сторителлинг әдісінде үнемі қолданып айтып отырсаңыздар балаларыңызға, баланың кітап оқуға деген құштарлығы оянады. Ол міндетті түрде сөзсіз. Өйткені менің ата-анам кітап оқуға қалай қызықтырды. Менің ата-анам кәдімгідей кітап оқып, журнал, ол кезде журналдарды, кітаптарды көп оқиды. Сондағы кейіпкерлерді, атақты адамдардың өмірін әңгіме барысында айтып отыратын. Және қиындықтарын, қалай жетістікке жеткен, балалық шағы қалай өткен. Мен содан кәдімгідей қызығып, қандай кітапты оқыдыңыз? Мысалы, анамнан сұрайтын, мама, сіз қандай кітапты оқыдыңыз, маған айтыңызшы деп. Сонда анам сөйтіп жаңағыдай кейіпкерлерді айтып қызықтыру арқылы кітап оқуға деген менің қызығушылығымды оятты. Сол себептен де біздер балаға кітап оқыту үшін міндетті түрде отбасында талқылау жүргізуіміз керек. Екіншіден, біз балаға кітап оқитын бұрыш арнауымыз керек. Мен оны кейінде тағы да толықтырып айтуыма болады, бірақ бұл жерде енді кішкене тақырыптан ауытқып кетеміз, сондықтан аса тоқталмаймын. Одан кейінгі келесі әріптестер, енді жаңа айттым ғой, қадамдары бар деп, зерттеудің әдебиеттерге шолу, неге әдебиетке шолу жасаймыз, оны жүргізген кезде бізге оның қандай пайдасы бар, сол жөнінде бірер ақпараттарменен бөлісе отырайын. Біздерде Zoom әріптестер 40 минут қой, әлі 1 сағат па сақталу? 40 минут. 40 минут,
Мен онда видеоны сақтап осы жерден қайтып жалғастырайын ба? Өйткені сақталмай қалып жүрер. Не сөйтіңіз? 42 минут кетіпті. Онда әріптестер осы сілтемеменен қайтып қосыламыз, иә? Жақсы. Сақтап қояйын. Қазір сақталды ма екен, қарайық.